Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен емдеудің ерекше тәсілі қан босату, яғни хиджаманың ер адамға және әйел кісіге қандай пайдасы бар екендігі жайлы ақпараттармен бөлісеміз. Видеоны бастамас бұрын арнамызға жазылып, қасындағы қоңыраушаны басып қоюыңызды сұраймыз. Олай болса, кеттік. Заманауи медицинаны жақтаушылардың пікіріне сәйкес, хиджаманың пайдасы өте зор екендігі дәлелденді. Оның көмегімен жоғары қан қысымды төмендету, қандағы холестерин мен қантты азайту, импульсті қалыпқа келтіру және адамның жалпы әл-ауқатын тез жақсарту оңай. Қан босатудың пайдасы дәстүрлі медицинамен де дәлелденген. Хиджаманы қолдауға бірнеше нұсқаулықтар. Тірек қимыл аппараттарының патологиясы, зәр шығару жүйесінің аурулары, плеврит, кереңдік, гайморит, қант диабеті, тыныс алудың қиындауы, қан ұюының бұзылуы, гиперемияның жоғарылауы, өкпенің қабынуы, менингиттің кез келген түрі, гипертония, миға қан кету, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, нағыз полицитемия, сол жақ қарыншалық жеткіліксіздік. Яғни осы аурулар кезінде хиджаманы қолдану оған ем болып табылады. Әйелдер үшін хиджама. Әйелдер үнемі менструациядан өтетін себепті оларға қан босатудың қажеті жоқ деген пікірлер бар. Осы себепті кейбір дәрігерлер климакстан кейін ғана процедураны өткізуді ұсынады. Алайда хиджама сүннетке сәйкес менструация сияқты емес, басқаша жолмен тазарту жүргізеді. Процедура тоқтап қалған капиллярлық қанды шығаруды қамтиды. Хиджама ерлер үшін де, әйелдер үшін де бірдей пайдалы. Оның көмегімен ежелден бедеулікті емдеген. Хиджама әйелге мына нәрселерден құтылуға көмектеседі. Төмен иммунитет, аяқ-қолдың ұюы, веналармен проблемалар, бұлшықеттердегі ауырсыну, асқазан аурулары, көз аурулары, әйелдердің бедеулігі, гинекологиялық аурулар. Ерлерге арналған хиджама. Еркектерге арналған хиджама ерлердің бедеулігін де емдейді. Бұл сперматозоидтардың тұтқырлығының жоғарылауымен, баяу сперматозоидтармен байланысты. Ерлерге арналған хиджама дегеніміз не? Процедура импотенциядан, геморроидты жағдайлардан, простатиттен, либидоның төмендеуінен арылуға көмектеседі. Бұл зиянды өндірісте жұмыс істейтін ер адамдарға көрсетіледі. Өйткені ол өкпенің ісінуінен уланудан айықтырады. Салмақ жоғалтуға арналған хиджама. Тез салмақ тастағысы келетін және көптеген процедуралардан өткен адамдардың пікірінше, хиджама артық салмақтан арылуға өте тиімді. Салмақ жинаудың ең көп таралған себебі метаболизмнің бұзылуы болып табылады. Қан босату, май және көмірсу алмасуын реттеуде оң әсерін тигізеді. Лимфаның тоқырауы тромбтардың түзілуіне әкеліп, қан айналымы шеңберіне кедергі келтіреді. Сондықтан организмдегі барлық процестер баяулап, әртүрлі асқынулар тудырады. Хиджама кезінде тоқыраған қан кетіп, салмақ жоғалтуға ықпал ететін метаболизм қайтадан басталады. Міне достар, сіздерге хиджаманың қандай пайдасы бар екендігімен аз да болса бөлістік. Профилактика ретінде жылына 2 реттен жиі емес хиджама жасатып тұруыңызға кеңес береміз. Туыстарыңыз бен жақындарыңызға пайдалы болу үшін осы видеомен бөлісіп кетулеріңізді сұраймыз. Ауырмаңыздар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.